Ажуа, сукари, меджүл немесе патшалар құрмасы бұл халық көп тұтынатын құрма түрлері. Әлемде дәл осы жемістің 450-ден астам сұрпы бар. Біздің елге келетіні 20-ға жуығы ғана. Бағалары да әрқалай. Дүкендерде келісі 1000 теңгеден басталып 7000-ға дейін барады. Сукари финикилеріміз бар. Мекке Мадинадан келеді. Балды қараңыздар, балғын. Дәмі өте керемет. 5900 теңге, 4900 теңгеден Сауд Арабиядан келетін бізде осындай аджуа құрмаларымыз. Арзаны қараңыздар, Арабиядан келетін бағасы 1400 теңге дейін. Тунис елінен келетін осындай балды, дәмі де прям әдемі, ішіндегі сүйегі жұп-жұқа болады. Бағасы 1800 теңге дейін. Енді бізде королевскийдің 4-5 түрі болады. Ең арзаны 4900 теңге, 5800 теңге. Ең қымбаты жүретін 6500 теңгеден королевский финикийдің. Қараңыздар. Бізде бағалары әртүрлі болғандықпен, өйткені бұның дәмдері әртүрлі, сапасына да байланысты. Шекарадан өткен кезде бізде фитосанитариядан өтеді. Бұның сақтау мерзімі 2 жыл болады. Былтыр елімізге 15,7 мың тонна құрма импортталған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда әлде қайда төмен. 2024 жылы импорт көлемі 21 мың тоннаға жуықтаса, рекордтық көрсеткіш 2020 жылы байқалған. Бұл жылы алыс жақын шетелден 59 мың тоннаға жуық жемістің осы түрін импорттаппы. Былтыр өнімнің 78,6%, Өзбекстаннан келсе, 13,1% Әзербайжан бізге экспорттаған, ал Қытайдан жалпы өнімнің 5,4% жеткізілген. Құрма аздаған мөлшерде Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Испания мен Нидерландыдан да келінеді екен. 2025 жылы бұл тауардың түрі бойынша алыс беріс сауда саттықтың жалпы көлемі 8 миллион ақш долларына жуық соманы құраған. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда негізі төмен деп айтуға болады. Халықтың жаңағы қалауына, сұранысына қатысты әр жылдары осы тауардың жеткізілімі әртүрлі деңгейде өзгеріп отырған. Құрманың құрамында табиғи қант пен көмірсу мөлшері көп, әрі кей жемістерде кездесе бермейтін 20-ға жуық амин қышқылы бар. Сондықтан да күні бойы ас сусыз жүрген ағзаны тез қалпына келтіріп, асқазанда ауыр тағамдарды қорытуға дайындайды. 60-70 грамм көмірсу болып тұрады. Осы себепті ол құрма, 100 граммдық құрманың өзі денеге көп энергия бере алады. Май аз мөлшерде бар, ақуыз 2-3 граммдай. Сондай-ақ витамин В тобы негізінен сол құрманың құрамында кездеседі. Аз мөлшерде А, К витаминдері де бар. Сонымен бірге минералдар көп. Артып жейтін жағдайда қантты көбейту жібереді. Ол бір зиян. Екінші, ас қорыту жүйелеріне кері әсерін беруі мүмкін. Қазір әлеуметтік желіде шоколадқа малынған құрма трендке айналған. Дәнегінің орнына жаңғақтың түрін салады. Осы арқылы кәсібін дөңгелетіп отырғандар да көп. Бүгін бізде шоколадта құрманы жасауға ең негізгі осындай жоғары сорттағы королевский финики деп айтамыз. Міндетті түрде оны жуып алу керексіздер, және де оның ішін тазалап, ішіндегі сүйегінен арылту керек. Міне біздің шоколадтағы құрмамыз дайын. Дәл осылай әсемдеп, дастархандарыңыздың көркін ашуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сұраныс артқан сайын бағада мың құбылады, бірақ мамандар құрманың сапалы түрін таңдап, мөлшермен тұтынуға кеңес береді.